Ассалаумағалейкум құрметті YouTube көрермендер, сіздермен бірге мен Солбай Айдос. YouTube арнада шығарылым шықпалы көп болды. Бүгін біз жаңа шығарылымның ретін бастаймыз. Негізі камера жалпы видеоның сапасын барлығын байқап көріп тұрсыздар. Мен өзімнің камерамды барлығын ауыстырған болатынмын. Семей жайлы шығарылым шығады деп негізі шығармай кеттім. Ол енді бір түсініксіз мәселелерге байланысты әзірге жатыр компьютерді. Оны реттеу керек, әлі дұрыстау керек. Сол себепті көрермендер көп күтіп қалмасын деп бір шығарылым келіп тұр. Бүгінгі шығарылымымыз нөмірі 42 Атырау-Алматы тұлпар-тальго пойызы. Әдеттегідей пойыз келгенде шығарылым жалғастырамыз. Мінекей камераның сапасын байқап тұрсыздар. Өте керемет. Қандай смартфон бәрінге асықпай айтатын боламын. Ендеше кеттік. Ал мінекей өзі де келе жатыр. Темір жолы компаниясы Атырау-Алматы тұлпар-тальго пойызы. Бұрын бұл құрам жайлы шығарылымдар болған арнада. Қазір бір ерекше вагонын түсірейіз. Осы вагонды сүргін келіп жүреді. Негізі Алматыда сүргін келген қазір. Түркістан стилінде, Түркістан демей қойын, шығыс стилінде безендірілген бір әдемі вагон бар. Мінекей. Мұнда Түркістан қаласының көрікті жерлері бейнеленген. Дәлірек айтқанда Қожа Ахмет Яссауи, керуен-сарай кешені, мұражай, Венеция. Негізі осы үшін келдім деп қойайын ба. Вагондардың барлығын міне қарап тұрғаныңыз сол баяғы стандарт тальго. Негізі тальго трендтен кетіп бара жатқан сияқты меніңше. Маған солай көрінеді. 14-13. Ал пойызымыз келді. Кішкене әңгіме айтып, пойыздың жан-жағын түсіріп қайтайық. Ең соңғы вагоннан бастайық ендеше. Ең соңғы вагон бізде әдеттегідей генератор вагон. Барлық тұлпар-тальго пойыздарында осындай генератор вагондар бар. Пойыздың барлық жүйесі осы вагонға байланысты. Бұл вагон істемей қалса, пойыздың да жағдайы қиынға соғады. Одан кейінгі вагондардың барлығы бір стандартты вагондар, бірақ арасында люкс вагондар бар. Оның люкс не люкс емес екендігін мен ажырата алмаймын, өкінішке орай ішіне кіріп қою керек ажырату үшін. Сол себепті сыртынан түсіріп қана кетуге мәжбүрміз. Жалғастырамыз. Мінекей вагондардың барлығы осындай стандарт, яғни мына бөліктен мына жерге шейін бір вагон, осылай 18 вагон бар екен. Мен ана жердегіден бастап есептедім, 18 вагон деп тұр. Сосын бұл жерде мен байқағаным, ана жерде байқап тұрсыздар. Бұрындары сол жерде не болатындығын, монитор тұратындығын. Бұда станцияның аттары кезек-кезек жазылып тұратындығын. Бірақ осы құрамда мен мүлдем байқамадым олай нәрсені. Барлығында Алматы, Атырау, Алматы деп тұр. Бұл ненің белгісі? Бұл ескіргеннің белгісі. Мұнда да бір жазулар болатын еді. Построен Казахстане деген. Онда жоқ бар екен. Мұнда көрінбейтін жазумен Построен в Испании деп тұр. Оны түсінуге болады. Енді бұл ең алғаш келген тальгоның нелері, поколениялары. Сол себепті бұлар енді ескіруі заңдылық.
іші көріп тұрғандарыңыздай кәдімгі дальгоның іші. Бірақ қазір мені қызықтырған бір керемет вагон бар. Сол вагон жайлы көбірек түсіргім келіп тұр. Жалғастырамыз. Өте әдемі құрам, және құрамда осы вагондар айтқанда ерекшеленіп тұр. Мінекей, мұнда жібек жолы картасы көрсетілген. Мұнда Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, мұнда Алтын самұрық кешені, мынау мұражай, мынау Венеция. Мінекей, менде сұрақ болып тұр, неге тек осы вагондарды ғана безендірген, басқа вагондарды да безендіріп қойса әдемі болар еді. Мүмкін қаржы бөлінбеді ме осылай. Пойыздың жалпы жол жүру уақыты 1 күн 3 сағат. 1 күн 3 сағат деген ол Атыраудан Алматыға дейінгі жол жүру уақыты. Негізі пойыз жаман емес, өте жақсы. Бірақ баға сәл қымбаттау. Өкінішке орай пойыз жылдан жылға ескірген сайын, бірақтан баға жылдан жылға қымбаттап жатыр. Сол кішкене алаңдатады. Алаңдатады дегенде көңіл күй түсіреді. Бірақ негізі алуға тұрарлықтай. Мен Алматыдан қайтарда осы құрамымен қайтсам ба деген ой болған, бірақ қаржыға байланысты өзімде ақшамды үнемдеп Семей пойызымен айтқан болатым. Ал ол жайлы шығарылым бұйырса келесі шығарымда болады. Мінекей, вагондар барлығы осындай әдемі, тек 2 вагон ғана ерекше. Сол 2 вагонға бүгін ерекше. Мінекей, біздің вокзал. Құрамның басына барып, бүгінгі шығарылымның қонағын шығарып салатын боламыз. Ал ендеше бүгінгі біздің шығарылым осымен аяқталды. Кішігірім ғана осындай шығарылым болды деген ойдамын. Негізі бұл шығарылымның шығуына себепкер болған сіздерге көрсеткен жаңағыдай 2 вагон болатын. Сол вагонда көптен бері түсіргім келіп жүрген. Мынаның сыртын қараңыздар, міне ескіріп жатыр, тозып жатыр, өкінішке орай. Енді әр нәрсенің өзінің уақыты бар. Тозады, ескіреді, жаңасы келеді. Мінекей. Қазақстан темір жол компаниясы. Жарықтық міне осы ғой. Ал осымен шығарылымды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Солбаяқ Айтос. Келесі шығарылымда кездескенше аман сау болыңыздар. Арнаға тіркеліп қолдауды ұмытпаңыздар. Ал бүгінгі қонағымыз аман есен Алматыға жетіп алыңыздар. Тек жақсылық тілеймін.